Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып, каналымды қолдап жіберсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Мен бүгін сіздерге бауырсақ қазанымды тазалап көрсетпекшімін. Мен бұл қазанға тек қана бауырсақ пісіремін. Сырты осындай қатты кірлеп кеткен, енді осыны бір әдіспен көрсетемін. Мен бұл әдісті YouTube каналдан бір кісіден қарағанмын, енді соны тексеріп көремін. Ол үшін біздерге осындай қағаз сүргілер қажет болады, немесе салфетканы қолдансаңыздар болады, влажный салфетканы. Енді осындай мен аммиак растворын қолданып көремін. Аммиак растворын мен бұны аптекадан алдырдым. Және де біреу емес, екеуін алдырдым. Енді осындай үстіне құйып шығамыз, қолымызбен көзімізді абайлаймыз. Иісі тым жаман, өткір. Балаларыңызды басқа жерге апарып немесе комнатаға кіргізіп қойыңыздар. Енді мен бетіме маска киіп алдым, үстіне бүкіл аммиакты құйып, сыртына осындай көп қабаттап салфетка, жаңағы салапан кигізіп қойдым, және де бір күнге қалдырамын. Міндетті түрде басқа жаққа немесе бөлек жерге апарып тастаңыздар. Иісі өткір, иісі деген прям бүкіл үйді алып кетеді, сондықтан абай болыңыздар. Сыртына осындай 3-4 салафан мешок кигізіп, басқа жерге бір күнге қалдырамын. Енді көреміз, кетіре ма, кетірмейді екен бе. Міне, менде бір күн бойы тұрды. Кеше түскі уақытта бастадым. Енді міне түскі уақытта ашып қарап жатырмын. Енді қазір тексеріп көреміз. Ашқан кезде де міндетті түрде қолдарыңызға осындай перчатка және де мұрындарыңызға маска киіп алыңыздар. Енді ешқандай да көріп тұрсыздар, ешқандай да ертпеген, сол күйі тұр. Қазір пышақпен немесе қырғышпен тексереміз. Міне қыздар, экранда көрсетілгенде ешқандай да пайдасы тиген жоқ. Сіздерге де бұл аммиак қышқылын, жаңағы растворын алуға кеңес бермеймін. Енді мен бұны осындай газдың үстіне қазанымызды қойып, пышақтың көмегімен осындай қатты қызған кезде қырып жатырмын. Сол кезде ғана кетіп жатыр. Абай болыңыздар. Енді қазанымызды осындай төңкеріп, жан-жағын осындай пышақпен қырып көріп жатырмын. Кетті бірақ. Енді қазанымды жақсылап бір жуып алдым. Осындай ғана кетірді. Көріп тұрғандарыңыздай, сіздерге де аммиак қышқылын алмауға кеңес беремін. Мүмкін менің қазанымды ғана кетірмеген шығар. Енді материалым басқа ма, енді менде көмегі тиген жоқ. Видеом қызықты болды деген ойдамын. Видеомды соңына дейін көріп қолдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.